kalsa өткендегі ауыл еді 96 көктем кезі Кеңсайдың ауызынан төмен түстім жылқыны айдайын деп бөктердегі болмады-ау бұл жылқыны қарамасқа кеткенде көрінбейді дара басқа бір үйге желе жортып жетіп бардым бүйірін сұрайын деп қара қасқа Сөйте тұлғын заман бар ма өгіз сүзбей жүрген көзім жамандарға бардым да қара қостың оң жағынан дауыстап айғай салдым ей адам бар ма аяқ сары қыз үйден шықты қолын ауыстап алған түйген шықты қарындас жақсымысың қалай дедім ибаға құрғыр ауыз үйреншікті жақсымын келдің аға қайдан деді ау келдіңіз қандай жұмыс жайдан деді алыстан келген адам көрінесіз үйге түстен татышкен чайдан деді тұрған жоқ қызбен сауық құрайын деп ат басының қайландым бұрайын деп қарындасты рахмет әкең бар ма келіп ем сіздерден жоқ сұрайын деп үйде жоқ ойға кеткен ағам деді тапсырған малдың бәрін маған деді суғарып қойдың бәрін қазір шықтым және де түстен көйім бағам деді айтыңыз сен таңбасы қандай жылқау